Барша футбол жанкүйерлеріне жалынды сәлем, бұл бірінші гол. Сіздермен бірге мен Еламан Әмірғазы, біз кезекті шығарылымды бастаймыз. Магомед Адиев ресейлік Ахмат клубының бас бапкері болды. Бірақ Қазақстан ұлттық құрамасының да бас бапкері міндетін қоса атқарады. Осы орайда бірден 2018 жылғы Ресейде өткен әлем чемпионаты еске түседі. Неге десеңіздер, Мундиаль алдында Реал Мадрид Хулион Лопатегидің мадридтік клубтың бас бапкері болғанын мәлімдейді. Ал Испания футбол федерациясы осы мәлімдемеден кейін Хулион Лопатегиді ұлттық құрама тізгінінен алып тастайды. Осылайша Испания әлем чемпионатына бір күн қалғанда бас бапкерсіз қалып, ары қарай Фернандо Хьерро жалғастырады. Былай қарап отырсаңыздар, соншалықты бір драма жасайтындай дүние емес. Бірақ Еуропа елдерінде мұндай қадам сатқындықпен пара-пар. Ал бізде олай емес. Бізде клубтарды әкімдік қаржыландырады, мемлекет бюджетінен жеке клубтар жем-жеп отыр. Бізде бас бапкер ұлттық құраманы да, жеке клубты да қатар жаттықтыра береді. Бірақ екеуін де жарытпайтын универсалдар, екі кеменің басын ұстап, суға кететіндер тек бізде бар. Соның жарқын үлгісі Михаил Билек. Астана мен Қазақстан ұлттық құрамасын қатар алып жүремін деп, қатардан шығып қалған бапкер. Астана клубындағы жорығы ұзаққа созылмады. Ал ұлттық құрамамен бірде-бір матч өткізіп үлгермей кете барды. Сондықтан оны бұл тізімге қосудың қажеті де жоқ. Қос жұмысты қатар атқарғандар жайлы айтар болсақ, алысқа кетеміз, бірақ сонда да санамалап көрелік. Қазір итпен де, Интерполмен де іздеп таппай жүрген Бақтияр Байсейітов 1992 жылы алматылық Қайрат пен ұлттық құраманы қатар жаттықтырған. Жалпы ол кездегі Қазақстан клубтарының деңгейі де, ұлттық құраманың әуселесі де басқаша еді. Қайрат ел чемпиондығы мен ішкі кубокты жеңді. Ал ұлттық құрама 8 матчта 4 жеңіс, 3 тең ойын және бір рет қана жеңіліс тапты. Жалпы жаман емес, бірақ ол кездегі қарсыластар да қазіргідей сұрапыл болған жоқ. 1994 жылы Бауыржан Баймұхамедов жеңіс клубымен ұлттық құраманы қатар жаттықтырды. Бірақ жеңісті де, ұлттық құраманы да ұшпаққа шығара алмады. Ұлттық құрама Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан командаларын жеңе алмай, тек Тәжікстаннан ғана басын түсті. Жеңісте бас аяғы 16 команда қатысатын чемпионатта 14-ші орын алып, сәл болмағанда жоғары дивизионнан ұшып кете жаздады. Енді 1995-1996 жылдары Серік Бердалин қарағандылық Шахтермен ұлттық құраманың тізгінін қатар алып жүрмек болды. Оның тұсында ұлттық құрама 20 матчтың 10-ында жеңіліп, 6-ында жеңіске жетті. Ал Шахтер болса ішкі біріншілікте 8-ші орынға жайғасып, ортан қол команда мәртебесінен аса алмады. Қайрат пен ұлттық құраманы жаттықтырған тек Бақтияр Байсейітов емес. 2004 жылы ресейлік Леонид Пахомовқа да дәл сондай міндет жүктелді. Бірақ екеуін де жарытпады. Ұлттық құрама 2 рет тең ойнап, қалған 7 матчта жеңілді. Жалпылама айтатын болсақ, Қайратта алғашқы 6 матчтың екеуінде ғана жеңіске жетіп, Пахомов артынан отставкаға кетті. Пахомов кеткен соң орнына бапкерлік карьерасына енді ғана кіріскен Сергей Тимофеев келді. Ол 2004-2005 жылдар ұлттық құрамамен қосып, Екібастұз және Атырау клубтарында жаттықтырды. Оның тұсында ұлттық құрама 14 матчтың екеуінде тең түсіп, қалғанның бәрінде жеңілді. 2004 жылы Екібастұз клубында жарытып нәтиже көрсете алмай, ақыры 2005 жылы Атырауды маңдытпай қызметінен кетті. Арно Пайперс ұлттық құраманы жаттықтырған алғашқы Еуропа бапкері. Данияны жеңген тарихи кімбекке дейін мақтанып айтатынымыз Сербия құрамасынан басым түскеніміз еді. 16 жыл бойы жырлады. Early stages of the second half and still Serbia haven't dealt with this and an opportunity 2 minutes after half time they have taken the lead. Сол жеңістің иесі дәл осы Арно Пайперс. Арно Пайперстың тұсында нәтижеміз аспандап кеткен жоқ, бірақ команданың ойыны түзеліп, Еуропаның футболына икемделе бастады. Оны да мойындау керек. Арно Пайперс 2006 жылы жеңіс клубын ел чемпионы етіп, келесі маусымда Алматы клубына ауысып кетті. Бірақ ол жақта дұрыс нәтиже бере алмады. Нидерланд маманының тізгінімен ұлттық құрама 36 матч өткізіп, соның 7-інде жеңіске жетті. 2008 жылы ұлттық құрама тізгінін неміс маманы Бернд Шторкке ұстаттық. Алматы клубында қоса таптырдық. Шторктен көп дүние күтіп едік,
бірақ сенімді де, үмітті де ақтамай, шапан мен миллиардтарды арқалап еліне кете барды. Бірақ кейін Венгрия ұлттық құрамасын 2016 жылға Еуро финалдық кезеңіне шығарып, дегенмен 8-ден 1 финалдан қайтқан еді. Пайперстен кейін ұлттық құрамаға Еуропадан бапкер алдыруды сәнге айналдырдық. 2011 жылы Мирослав Бераник келіп, Қазақстан ұлттық құрамасымен 24 матч өткізді, 5 жеңіс, 6 тең ойын, 13 жеңіліс. Чех маманы Астана клубында қоса жаттықтырды. Бірақ ішкі чемпионатта да, Еурокубок ойындарында да ештеңеге қол жеткізе алмады. Әсіресе Еурокубок іріктеу матчтарында болгарлардың Ботев клубы Астана командасын 2 матчта 6-0 есебімен жеңген соң, Мирослав Бераникке «Ты кто такой? Давай до свидания» деп шығарып салдық. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. 2022 жылы Қызылжар бапкері Андрей Карпович ұлттық құрама бас бапкері міндетін атқарып, өзіне берілген міндетін орындап берді. Олай дейтініміз, оған қойылған талап Молдованы 2 матчта жеңіп, Ұлттар лигасында С дивизионындағы орнымызды сақтап қалу еді. Әрине, Андрей Карпович бұл міндетін барынша орындап ары қарай өз кезегін Магомед Адиевке босатып берді. Енді Магомед Адиев ұлттық құрама мен клубты қатар алып жүру міндеті тапсырылған 10-шы бапкер. Бірақ Адиев қатар алып жүретін клуб қазақстандық емес, ресейлік Ахмат. Адиев ұлттық құрама бас бапкер ретінде 21 матч өткізіп, соның 11-інде команда жеңіске жетті. Бір мәрте тең түсіп, қалған 9 ойында жеңілдік. Бұл енді бұрын соңды болмаған нәтиже, оны мойындаймыз. Есесіне Ұлттар лигасында тобымызды жеңіп, Еуро 2024 жолдамасына соңына дейін таластық. Ендеше, бұл шешімнің кімге көбірек пайда берерін көреді? Ахмат пайдасын көре ме, әлде Қазақстан ұлттық құрамасы ма? Ахмат былтыр Ресей премьер-лигасын 5-ші орынмен аяқтап, биыл 12-ші орында келе жатыр. Командаға нәтиже керек, сол себепті Магомед Адиевті Грозныйда қыруар жұмыс күтіп тұр. Ал Қазақстан құрамасын жаңа цикл тосып тұр. Ұлттар лигасының Б дивизионына жолдама алып, биыл 6-ші қыркүйектен бастап Австрия, Словения, Норвегия елдерімен бір квартетте ойнаймыз. Магомед Адиевтің қолынан келе ме? Әлде ол да екі кеменің басын ұстаған мамандардың қара тізіміне ене ме? Өзіңіздің ойыңызды жазып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қымбатты достар, футбол әлеміндегі маңызды жаңалықтардың бірі бұл әрине Чемпиондар лигасының ширек финалдық матчтары. 10-шы сәуір күні барша футбол жанкүйерлері тағатсыздана күтетін керемет супер ойын Реал Мадрид пен Манчестер Сити арасында өтеді. Ендеше өздеріңізге жақсы жаңалықты хабарлаймыз. Дәл осы ойында бірінші голды қай ойыншы соғады? Алғаш болып тапқан алғашқы 3 пікір иесіне біздің тарапымыздан 5000 теңге ұсынылады. Ендеше пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар достар.